Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Карантинде күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Мына сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап берейін деп едім. Маған WhatsApp'та қойылған сұрақтардың қатары мынандай. Балапандарға жем беріп жатырмын, бірақ сонда да өспей жатыр дейді. Әлі кішкентай дейді. Сосын сұрадым, қандай жем беріп жатсыз деп. Өзі жаңағыдай дробленный бидай, кебек араластырады екен, жүгер араластырады екен. Жалпы сүт береді екен. Негізі ондай жемді балапанға кішкентай кезде әлі беруге болмайды. Өйткені оның құрамында, сіз істеген жемнің құрамында балапанға керекті витаминдер жоқ. Ішінде рыба-костный мука барлығы болу керек. Сол үшін старт деген жем беріңіздер. Бірінші айында старт деген жем беру керек. Ол міндетті түрде. Өйткені оның ішінде заводтан арнайы барлығын қосады ішіне, бүкіл витаминнің барлығын. Міне, балапанның өсуіне себепті керекті витаминнің барлығы болғаннан кейін старт деген жемде. Сол кезде балапандарыңыз тезірек өседі. Екінші айында рост беріңіз. Рост. Оны бір ай бересіз. Оның да ішінде витаминдер бар керекті, өзінің поэтапна. Үшінші айында финиш деген жем бересіздер. Арғай 4-ші айдан бастап өзіңіздің құрама жемдеріңізді бере берсеңіз болады. Бірақ осы 3 ай солай берілуі тиіс. Одан кейін балапандарым жиі ауырып қалады дейді. Оның бірінші себебі сквозняк, ең бірінші себебі. Екінші себебі градус сақталмауы балапандарыңыздың. Үшінші себебі айналып келгенде сол жем. Құрамында толық рационды витаминдер болмағаннан кейін балапан ауыра береді. Міне. Келесі сұрақ. Балапандарға жаңағыдай дәрілер беру дейді. Жалпы негіз мен өзім бірінші балапан ашқан келген кезде 5 күн лифамицетин берем. Ішінде асқазанның барлығын тазалап дұрыс жұмыс жасау үшін. Одан кейін онша витамин мен бере бермеймін балапан кезде. Оның керегі де жоқ бұларға ашқан кезде. Бірақ енді көбісі чиктоник беріп жатады балапан кезінде. Айызды 2 деген беріп жатады. Йодинол беріп жатады. Бірақ мен ондай бермеймін. Жеке өз басым. Одан кейін балапанның өспеуіне байланысты бұл тығыз орналасуы. Менде барлығы бірінші кезде білесіздер. Жоғарыдағы брудерде тұрды. Қазір мына жерде жобамен 180 дей балапан бар. Мен астына үстіне бөліп қойдым екеуі. Мына уже 10 күннен кейін уже балапан өседі, бір-біріне жаңағыдай кішкене теңдеу жүр керек. Бір ай болған кезде мен аны 3-ке бөлем. Астына да дайындап қойғам. Сол астына осы 3-еуін бөлемін, Құдай қаласа. Бір ай болған кезінде. Тығыз орналасуда себеп тигізеді балапанның өсуіне. Міне. Одан кейін шөпті әзірге бермей қойыңыздар кішкентай кезінде. Өйткені балапан шөп жегеннен кейін енді оның шөптің құрамында негізі ауыр витаминдер болады көбінесе ше. Балапан көтере алмайды, одан кейін іші ауырады, іші өтеді. Құрбысқа сау жүрден өзіңізге проблема тауып аласыздар. Сосын кішкентай кезінде далаға жібермеңіздер, ерте әлі. Өйткені жер әлі мұздай, аяқтарынан сыз өтеді, сонымен балапан тағы да ауырады. Бір айдан асқаннан кейін барып жіберіңіздер жерге, оған дейін жерге жібермеңіздер. Міне. Сосын біреулер айтады, жемді мен 4 сағат сайын берем дейді. Жемді 4 сағат сайын емес, жем қалай бітеді, сразу жемді салу керек. Сол үшін жиі қадағалап отыру керек. Балапан
жемін толық жеп болмайынша ол өспейді ол. Сол үшін осы 3 ай бойы жемді жақсылап тұрып беріңіздер, аямаңыздар. Сол кезде балапандарыңыз ауырмайды, өлмейді, жақсы болып өседі. Сосын су әрқашан алдында болуы тиіс. Міне, маған жиі қойылған сұрақтарға осылай жауап беріп өтейін дедім сіздерге. Алла тіл көзден сақтасын, барлығы жақсы өсіп жатыр. Міне өзім жеке басым 1 сағат сайын келіп тексеріп отырамын. 1 сағат, 1,5 сағат сайын келіп не болып жатыр, қалай болып жатыр, жем сулар бар ма? Міне. Осы ағайын сіздерге бір түсіріп өтейін дегенім. Шаруашылықтарыңыз дамысын, көркейсін. Жаңадан көріп жатқан көрермендер болса, подписаться деп басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоны лайк басып, комментариймен қолдап қойыңыздар ағайын. Ал сау саламатта болыңыздар, тек қана жақсылықта жолығайық. Сау болыңыздар ағайын.